Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Біздің келесі тақырыбымыз түзеу үдерісінің заңдылықтары мен принциптері. Жалпы түзеу үдерісі ол тұлғаның мінез-құлқын, дамуын және әлеуметтік бейімделуін жақсартуға, мінез-құлқындағы ауытқулықтарды жоюға, оның әлеуметтік құндылықтарын қайта жаңғыртуға және қоғамға бейімдеуге бағытталған күрделі педагогикалық жүйе болып саналады. Және оның мақсатына келетін болсақ, түзеу үдерісінің мақсаты мінез-құлықты түзету, әлеуметтік бейімдеу, тұлғалық дамуды қолдау, қиын жағдайларды жеңуге көмектесу, ал міндеттері диагностика жүргізу, себептерін анықтау, түзету бағдарламасын құру, нәтижесін бақылау болып саналады. Жалпы түзеу үдерісінің негізгі заңдылықтары. Жалпы заңдылықтар бұл үдерістің тиімділігін анықтайтын ішкі, тұрақты және қажетті байланыстар. Олар түзеу жұмысын ұйымдастырудың теориялық негіздерін құрайды. Ал оның бірнешеуіне тоқталатын болсақ, біріншісі жүйелік заңдылығы. Яғни түзету жұмысы үздіксіз және жоспарлы түрде жүргізілуі. Келесі жеке тұлғаға бағытталу заңдылығы. Әр бала жасөспірімнің ерекшеліктерін ескеру маңыздылығы. Келесі даму мен түзеудің бірлігі. Яғни түзету тек қателікті жою емес, тұлғаны дамыту процесі болу қажет. Келесі әлеуметтік орта әсері. Яғни отбасы, мектеп, құрдастары, әлеуметтік ортаның рөлінің маңыздылығы. Келесі белсенділік заңдылығы. Яғни бала түзету процесінің белсенді қатысушысы болуы маңызды. Келесі әлеуметтік шарттылық заңдылығы. Яғни түзеу үдерісінің мақсаты мен мазмұны қоғамның қазіргі даму деңгейіне, құқықтық нормаларға және мемлекеттің әлеуметтік саясатына тікелей тәуелді. Әрбір тарихи кезеңде түзеу жұмысының мақсаттары мен әдістері өзгеріп отырады. Келесі тәрбие мен түзеудің бірлігі. Яғни тұлғаны түзеу тек жазалау немесе шектеу арқылы емес, тек қана мақсатты тәрбиелік ықпал ету процесінде ғана жүзеге асады. Қоғамның тиімді мүшесі болу үшін адамның құндылықтар жүйесін өзгерту қажет. Келесі іс-әрекеттің жетекші рөлі. Яғни тұлғаның қайта әлеуметтенуі тек белсенді іс-әрекет, оның ішінде еңбек, оқу, шығармашылық және тағы басқа барысында ғана мүмкін болады. Яғни қоғамдық пайдалы жұмыстар, ұжымдық іс-шаралар тұлғаның өзгеруіне жағымды ықпал етеді. Келесі заңдылық тұлғаның өзін-өзі дамытуға тәуелділігі. Яғни сыртқы педагогикалық ықпал тұлғаның ішкі қажеттілігіне, өзгеруге деген ұмтылысына айналғанда ғана нәтиже береді. Түзеу тек тұлғаның өзі өзгеріске келген кезде тиімді болады. Келесі түзеу педагогикалық үдерістің принциптері. Принциптер бұл заңдылықтардан туындайтын оқытушы немесе әлеуметтік қызметкер басшылыққа алатын негізгі ережелер. Олар түзеу жұмысын жоспарлау мен ұйымдастыруға көмектеседі. Жалпы педагогикалық принциптерге келетін болсақ, заңдылық принципі, яғни барлық шаралар құқықтық шеңберде және адам құқықтарын сақтай отырып жүргізілуі тиіс. Түзеу мекемелерінде құқық бұзушылыққа жол берілмейді. Тұлғаның құқықтары қорғалады. Келесі заңдылық гуманизм принципі, яғни тұлғаның қадір-қасиетін құрметтеу, оның оң қасиеттеріне сүйене отырып түзету жұмыстарын жүргізу. Келесі даралап және саралап ықпал ету. Әрбір адамның психологиялық ерекшеліктерін, жас ерекшелігін, құқық бұзушылық сипатын ескеру арқылы түзету жұмыстарын жүргізу. Ал енді арнайы принциптерге келетін болсақ, ол талап қою мен құрметтеудің бірлігі. Мұнда тұлғаға жоғары талап қоя отырып, оған үлкен сенім білдіреді. Талап қою құрметтеумен үйлесуі қажет деген ұстанымда болған, бізде Макаренко болған. Енді келесі ол тәрбиелік ықпалдардың үздіксіздігі мен жүйелілігі. Яғни түзеу жұмысы үзіліссіз және барлық субъектілер тарапынан
бірдей бағытта жүруі керек, жүйелік нәтижеге әкеледі деген ұстанымға негізделген. Келесі педагогикалық компоненттер. Түзу үдерісі өзара байланысты бірнеше құрамдас бөліктерден тұрады. Бұл компоненттер жүйе ретінде жұмыс істегенде ғана нәтиже береді. Мысалға, мұнда мақсаттылық компоненті, мазмұндық компонент, іс-әрекеттік компонент, коммуникативті компонент және нәтижелік бағалау компоненті. Яғни, мақсаттылық ол тұлғаны қайта әлеуметтендіру, құқықтық сананы қалыптастыру және жат мінез құлықтан арылту. Дәл сол сияқты мазмұндық тағы басқа компоненттерде осындай іс-әрекеттік сипаттамалар көрсетіледі. Келесі, сіздерге осы тақырып аясында кішкене кейс стади ұсынғым келеді. Кейс стади әдісі арқылы мына жағдаятты қарастырып көрейік. Тақырыбы агрессивті оқушы. Жағдай 8-ші сынып оқушысы Аян. Сабақта жиі тәртіп бұзады, сыныптастарымен жиі жанжалға түседі, мұғалімдерге қарсы сөйлейді, үйінде ата-анасы жиі ұрсады. Жалпы талдау бойынша мәселенің себептері отбасындағы конфликт жағдай, эмоцияны басқара алмау, назар жетіспеушілігі, әлеуметтік бейімделудегі қиындығы болып саналады. Енді осы жағдай бойынша түзету жұмысының жоспарларын келесідей құрсақ болады. Бірінші, принциптерді қолдану. Гуманизм, жеке жұмыс және кешенділік. Яғни, гуманизм баланы жазаламау, керісінше оны түсінуге тырысу. Жеке жұмыс, психологпен жеке әңгіме құру. Және де ата-анамен міндетті түрде жұмыстар жүргізу. Және де осы кейс бойынша мынандай іс-шаралар тізімін ұсына аламыз. Мысалға, психологиялық диагностика жүргізу, эмоцияны басқару тренингтерін ұйымдастыру, ата-анамен кеңестер, ата-аналарға консультация беру, мұғалімдерге ұсыныс айту. Мысалға, осы баланың психологиялық жағдайына байланысты, онымен жүргізілетін жаңағы педагогикалық әсер ету түрлеріне, формаларына байланысты мұғалімдерге бірнеше ұсыныстар айтуға болады және топтық жұмысқа көбірек қосу, ортамен байланысын күшейтуге. Енді күтілетін нәтиже бойынша мысалға осындай іс-шараларды, осындай түзету жұмыстарын жүргізгеннен кейін балада агрессияны азаю мүмкін, қарым-қатынасы жақсарып, өзін-өзі бақылау дамуы мүмкін. Және де осы кейсті талдауға байланысты бірнеше талқылау сұрақтарын ұсынғым келеді. Бұл жағдайда негізгі проблема қандай? Жағдаятты түсініп көріңіз және негізгі проблема неде екенін түсінуге тырысып көріңіз. Қандай принцип ең маңызды осы жерде? Үшінші сұрақ, тағы қандай әдістер қолдануға болады? Біз мысал ретінде келтірілген әдістерден, шаралардан бөлек, сіз қандай әдістерді қолданар едіңіз? Келесі соңғы сұрақ, мұғалімнің рөлі қандай болу керек? Дәл осы педагогикалық процесте осындай қиын жағдайдағы баламен бетпе-бет келген кезде мұғалімнің әрекеті қандай болу керек? Мұғалім қандай рөлде, қандай позицияда болу керек? Сол бойынша ойланып, осы тақырып бойынша өзіңіздің әдістеріңізді, іс-шара жаңағы түрлерін қайта қарастырып көруіңізге болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.